Адамды мүшесіне қарап тануға болады. Мойны қысқа адамды хан сайламаған. Мойны қысқа адам елін өрге сүйрей алмайды. Иығы кең емес адам өжет. Елдің қамын жегіш болса, оны сардар қой. Бірақ көсем қылма. Етін кеудесін емес, балтырына, санына жинайтын адамды сарбаз етіп соғысқа салма. Ақылшы уәзір етіп кеңеске сал. Құлағы үшбұрыштанып, етінен жарып шыққан адам ит жанды болады. Ондай адам қиыншылықта жасымайды, бірақ өмірі жеңіл бола бермейді. Нағыз күшті адамның бел омыртқасы болмайды. Белінің арты тақтайдай тұтас сүйек болады. Дене қуаты керемет. Күшті адамдар мен алып адамдардың көбінің ақыл ескен болады. Әрілі ұсақты көп жаманшылық, әділеттілікке қас іс істегендердің өңі жасы ұлғайғанда құбыжықтанып кетеді. Қазақ баласын туғанда терісінде көгілдір қалы болса, ол сәби күнде кетіп қалатын болса, бұл баланы көп тәрбиеле. Ал туғандағы көгілдір қалы есейгенде ғана кететін болса, бұндай баланы тәрбиелемесең де саналы болады. Құлағы үлкен адамдардың күш қуаты жақсы болады. Егер құлағы үлкен, сырғалығы жарасымды адам арық әлжуаз болса, оны тәрбиелеп, жөнді тамақтандырса, тез күшейеді. Маңдай